Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, амансыздар ма, жақсысыздар ма? 25-ші сұраққа жеттік. Дүниежүзі тарихы, ұлттық білім, онлайн тестілеу. Исаак Ньютонның ашқан жаңалықтары. Көп жауапты нұсқа. Әлемдік тартылыс заңы, механикалық қозғалыс заңы, есептеуіш машина үлгісі, радиоактивтік туралы ілім, шартты және шартсыз рефлекс, интегралдық есептеу негізі, тізбекті ядролық реакциясы, ықтималдық теориясы дейді. Жауаптарды еске сақтап қояйық, кейін тоқталатын боламыз. Исаак Ньютон енді ағылшын физигі, яғни англичан, математик, астрономы, табиғи философы, алхимик, теолог, корольдік қоғам мүшесі. Ол 1687 жылы жарық көрген табиғи философия математикалық бастамалары деген кітап ғылыми тарихында ең ықпалды шығарма болып саналды. Деген кітап ғылым тарихында. Және де осы еңбегінде Ньютон бүкіл әлемдік тартылыс заңын, яғни әлемдік тартылыс заңы және де қозғалыс заңдарын тұжырымдап, содан кейінгі 3 ғасырда үстемдік еткен және қазіргі заманғы инженерлік ғылымның негізі болып табылатын классикалық механика негізін қалады. Механикалық қозғалыс заңының негізін қалады. Одан кейін Ньютон өзінің тартылыс заңымен кеплердің ғаламшарлар қозғалысының заңдарының арасында сәйкестікті дәлелдеп, жер бетіндегі заттардың қозғалысы мен аспан денелерінің қозғалысы бірдей заңдарға бағынатынын, осылайша гелиоцентризм, яғни бір орталыққа негізделген туралы соңғы күмәнді сейілтіп, ғылыми революцияның басынан бастап берді. Және де қандай дүниелер ашылды? Механикада мен айтып кеткеніміздей, импульс және бұрыштық импульстың сақталу заңы, оптикаға қосқан үлесі, яғни рефлектордың телескоп жасап шығарып, одан кейін өзі жасаған телескоп арқылы ғаламшарларды қараған, үш бұрышты призманың жарықты көзге көрінетін 7 түске бөлетін ашты. Яғни ол мынандай нәрсе ғой. Көрген болса, физикада күннен сәуле түседі және одан 7 түрлі түс шығады. Яғни осыны ашқан. Ньютонның су заңын тұжырымдап, дыбыстың жылдамдығын зерттеді. Одан кейін математикаға қосқан үлесі міне. Готфрид Лейбницпен қатар дифференциал және интегралды санақты ойлап шығарды. Сонымен қатар биномдық теореманы көрсетті, функцияның нөлін шамалауға қолданатын Ньютон әдісін тапты, дәрежелі қатарларды зерттеулерге үлес қосты. Сонымен қатар дінге дейін де қызығушылығы мықты болғандығы туралы айтып кеткен. Және де міне ол астрономия туралы тоқтайық. Ол термометрді ойлап шығарған алғашқы ғалымдардың бірі, астрономия телескоптық бақылау математикаға сүйенетін және ғылыми сатыға көтерді. Өз жасаған 2 айналым телескоп арқылы 1960 жылы аспан құбылыстарын тікелей бақылады. Аспан денелерінің қозғалыс теориясын жасаған, аспан механикасының негізін салды. Ньютон астрономиялық еңбектері механика мен физика табыстарына ұштас математикада ұштасқан. Одан кейін математика дифференциалды интегралды айтып кеттік, бұның бәрі. Сонымен және де 2005 жылы өткізілген сауалнамаға қараған кезде, Эйнштейннен қарағанда Ньютонның ғылым, физикаға, ғылымға жасаған ықпалы күштірек деген тұжырымға келген екен. Енді мынау қалған өмір аяндары. Бізде басқа жауаптардан есептеуіш машина үлгісі деген келмейді. Радиоактивтік туралы ілім айтылмайды. Шарт және шартсыз рефлекс жоқ. Интегралдық есептеу негізі. Интеграл есептеу негізі жоқ. Тізбекті ядролық реакциясы жоқ. Ықтималдылық теориясы жоқ. Демек жоқ. Бізде А және В нұсқалары анықталады екен.